Таксимен зуу өтіп, Тегеран автовокзалына келіп алдым. Астара қаласына автобусқа билет алып, өзімді 6 сағаттық жолға дайындадым. Автобус сол дәл бірінші келгендегідей, дәл сол ұйқыға ыңғайлы. Кештелетіп келдім Астара қаласына. Ойым аман-есен шекарадан өтіп кету. Іздеп жүріп бір қонақүй тауып алдым. Түн болған соң таңдап жүретін уақыт та болмады. Тегеран қаласынан осы Астара деген қалаға келдім. Енді Алла болса, амандық болса, ертең Иран-Азербайжан границасын өтіп, ары Бакуға барам деген ой бар. Бірақ жаңа мен естігенім, оған дейін де естігенім, Азербайжан границаларын жауып жатыр. Яғни жаяу өтетін, машинамен өтетін, автобус өтетін границаларын барлығын жауып тастап жатыр. Енді ол елге тек қана самолетпен ұшып қана баруға болады екен. Соған байланысты мен кішкене қобалжып тұрмын, қалай болады екен деп. Нағыз болмаса енді басқа ел арқылы Қазақстанға ұшу керек болады. Оның барлығын енді көреміз. Дәл қазір міне осындай бір гостиница тауып алдым. Астарада 5 миллион реал тұрады. Тегеранда 10 миллион 400 мыңға ма сондай шамаға жалдап едім. Теңгеге айналдырғанда 6 мың ба 5 мың ба сондай шама. Ондай мақты емес гостиница, бірақ гостиница таңдап жататындай уақыт жоқ. Түнгі сағат 3. Қазір ұйықтап, таңертең 9-да тұрып, шекараға барып, сол жерде барлығы шешіледі бұйырса.